Жуырда ғаламтордан бір деректер көзіме шалынды. Бұрындары Қытайда бір ғана осындай құрқылтайдың ұясын 5 тонна күрішке бағалаған екен. Неге күріш? Себебі бұрындары қазақтар сауданы малмен бағаласа, Қытайда күрішпен бағаланған екен. Енді сұрақ, неге құрқылтайдың ұясы сонша қымбат тұрады? Және бұл жәдігердің орталық музей қорында сақталуының сыры неде? Қазақша факт айдарында тарқатамыз. Құрқылтай дене тұрқы өте кішкене келген. Ұясын өзіне лайықтап мұқият жасайтын торғай тәрізді құс. Орталық музей қорындағы құрқылтай ұясының биіктігі 16 см, ені 11 см. Бір қарағанда жүннен тоқылған қолғапқа немесе жүннен басылған балап пимасына ұқсайды. Құрқылтай бұл ұяны сан алуан дәрілік шөптерден тығыз етіп тоқып, сілекейімен бекітіп жасаған. Сонымен, мынадай кішкентай ғана құрқылтай ұясының соншалықты құнды болуының сыры неде? Себебі осы киелі құстың ұясы 80 түрлі ауруға ем. Олар радикулит, буын аурулары, бүйрек аурулары, ревматизм, аденома, бедеулік, құрсақ көтермеу сияқты көптеген ауру түрлері. Және ол ем-домды үй жағдайында да жасауға болады. Қаншама жел, жауын, боран болса да құрқылтайдың ұясы бұзылмайды, үзіліп жерге түспейді. Өйткені ұясын тоқығанда құс өзінің ауыз сілекейін пайдаланады. Оның емдік қасиеті де осында. Тағы да айта кететін жайт, құс ұясын салуға жақын маңдағы ауыл үйлерін аңдиды екен. Себебі жібек жіпті сол үйлерден ұрлап алады деген деректер кездеседі. Ал мақтадан немесе синтетикадан жасалған маталарға тиіспейді. Міне сол үшін болса керек, ұясын адамдарға пайдалануға қалдыратыны. Достар, бұл қазақша факт айдары. Ақпарат ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Кездескенше.